Құрметті қазақ елі, мына ұлыстың ұлы күні наурыздарыңыз құтты болсын. Осы жылдан қалмай менің халқыма, менің қазақ жұртыма осы жыл бостандық әкелсін. Өздеріңіз түсініп жатқан шығарсыздар, менің не жеткізгім келіп жатқанын сіздерге. Ал тоқетен айтатын болсақ, өзім жайлы. Менің атым Абзал Жаңабай, Тараздың тумасы. Осы Нью-Йорк қаласында тұрып жатырмын. Тұрып жатқаныма 6 жылдан асты. Егер бірінші рет сіздер менің каналыма келіп отырсаңыздар, онда міндетті түрде мына жерде жазылу батырмасын басып қойыңыздар, колокольчикті ұмытпаңыздар басуға. Келесі видеоны міндетті түрде өткізіп алмай көріп отырасыздар. Және мынау менің Instagram парақшам, сол жақта күнделікті Нью-Йорктың ішінде не болып жатқанын сіздер көрулеріңізге әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Ал кеттік. Соңғы жылы Қазақстанға танымал әнші Ғаділбек Жанай соның менеджері болып жұмыс жасадым. Маған жалпы маңызды болмады да, алам емес алмайын деген. Мен айттым да, я хочу попробовать американский пирог деп. Жалпы Қазақстанда соңғы бір жыл мен үшін бір түсініксіз жылдар болды да. Мен 2 күн отельде қондым, гостиница, одан кейін ақшам бітті, жалғыз болмай болдым. Мен сол күні келдім, 2-ші күні мен шешім қабылдадым, мен осы елде мәңгілік қалап осында өмір сүремін деп болды. Бәрі солай басталды. Енді келген күнде 3 күннен кейін мен оның $300 маған салдым. Мен жұмыс таптым, айлығым бар, күшті керемет деп өтірік болды да, бірақ оның бәрі. Ал қайырлы күн, армысың қазақ елі. Бүгін біздің студияда жалпы Нью-Йорк қаласы, Нью-Йорк көшесі, менің ол жеке студиям болады. Қош келдің. Мақсат деген бауырымыз, танысып қойыңыздар, бірақ бұны көбісі Махат деп айтады екен, негізінде Мақсат. Ал Мақсат, өзің жайлы жалпы кішігірім таныстырып өтсең. Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы осы ақша келгеніме 3 жылдан асты. Ақтөбе қаласынан келдім. Осы Нью-Йорк қаласында тұрам, жұмыс істеймін, осында өмір сүреміз. Ал Мәке, жалпы немен айналыстыңыз қазақ елінде? Жалпы енді Қазақстанда немен айналыстым деп айтатын болсам, бір соңғы жылда айтайын, соңғы 3 жылда. Жалпы Алматы қаласында өзім дыбыс жазу студиям болды. Тек қана дыбыс жазу емес, дыбыс жазамыз, арасында видеопродукция шығарамыз да, яғни рекламалар, клиптер, түрлі тапсырыстар қабылдау арқылы солай жалпы шағын бизнес болды да. Ал соңғы жылы Қазақстанға танымал әнші Ғаділбек Жанай, біреулер бәрі білу керек, соның менеджері болып жұмыс жасадым. Керемет, керемет. Жалпы сіз Қазақстан шоу бизнесінде белгілі бір орынды алып отырсыз, түсінігім бойынша. Енді кеше Instagram парақшасында пост жасап кеттік. Сол постқа тоқталатын болсақ, жалпы біздің мына бауырларымыздың сұрақтары бар. Сол сұрақтарына көз жүгіртетін болсақ, бұлай сұрақ қойып отыр. Менің парақшамда жазған екен. Студенческий виза мен иммиграция туралы ақпарат дейді. Енді сіз ол жағынан хабарыңыз бар ма, жоқ па? Енді иммиграция туралы айтатын болсақ, ол әрбір адамға белгілі бір заң жоқ, осылай істе, бұлай істеу керек деген. Әр адамға ол индивидуалды да, әркімнің өзінің жолы бар. Біреу туристік визамен келеді, біреу студент болып келеді. Біреу немесе бірден жұмысқа тұрады да, шақырту алу арқылы. Біреулер грин карт ұтып алады. Ал егер студент визасын айтатын болсақ, егер адам жалпы осы жақта білім алып, оқып, колледжге түсіп, колледжден кейін универге түсіп, соны ақштың дипломын алғаннан кейін оған бір 2 жылдай немесе 1 жылдай уақыт беріледі. Сол студенттік виза арқылы жалпы ақшта қалып кетуге болады, ол үлкен мүмкіндік. Егер сол диплом алғаннан кейін бір жылдың ішінде определенный уақыт беріледі, сол уақытта егер жұмыс тауып, өз мамандығыңызбен жұмыс тауып үлгерсеңіз, осында ақшта қалып кетуге үлкен мүмкіндіктер бар. Ал егер сізге тоқталатын болсақ, сіз қандай визамен келдіңіз және қалай болды ол алған жағдайыңызды қысқаша айтып өтсеңіз? Көбісі сұрайды ғой, ол мынандай сұрақ қою керек, қандай сұрақ қояды, қалай жауап береді деп. Көбінің сұрайтын адамдардың сұрайтыны сол. Жалпы мен ақшқа ең бірінші ашқан визам ол тур виза арқылы келдім. Туристік виза, яғни саяхатшының визасы да. Көбісі айтып жатады, енді визаны алу өте қиын, отказ келеді деп. Негізі ол сөзді айтпастан бұрын бірінші барып көру керек әр адам өзі. Мен визаны мен де аламын деп ойлаған жоқпын. Жалпы
Алматы қаласынан алдым. Менің алдымда кеткен 4 адамға отказ келді ең бірінші. Сосын мен 5-ші болып бардым. Ойладым, маған да қазір отказ келеді деп, кері қайтарады деп. Сосын офицер сұрақ қойды, баратын мақсатыңыз қандай деп. Мен енді маған жалпы маңызды болмады да, алам немесе алмаймын деген. Мен айттым да, я хочу попробовать американский пирог деп. Ол оған ұнады. Мен бірақ басқа нәрсе күткенмін да. Күлді. Хорошо, сіз виза алдыңыз, құттықтаймын деді. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Оны өте күлкілі жағдай, шынымен де американский пирогтың креатив болу керек те, креатив. Ал жалпы болады ғой, кейбіреулер бір 40 тонна документтерін алып барады, там 7 атасының документтерін алып барады. Сізден қандай құжаттар болды және қандай құжаттарды сұрады? Жалпы сұрады ма, әлде сұрамады ма? Негізі, документпен бару керек. Мен де сол 40 тонна документпен бардым. Бәрін мен ақша, тұратын жерің, жұмыс істейтін жерің, шотында қанша ақша бар, андай справка семейный, андай отпускке шықты деген бәрін алып бардым. Бірақ біреуін де тексерген жоқ. Жаңағы сөзден кейін просто паспортымды алды, болды. Ешқандай сұрақ қойған жоқ, визаны алдым, мен шықтым. Керемет жағдай екен. Ағайын, негізінде мүмкіндік болса құжаттарыңызды барынша алып барған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім енді визамен айналыспағандықтан айта алмаймын. Жалпы сақтықта қорлық жоқ дейді ғой. Ал мына жақта келесі сұраққа кетейік. Green карта жайлы айта кетсеңіздер, қандай сайтта тіркеледі? Енді мен бұны Елемесов Бауыржан деген бауырым сұрақ қойыпты. Бауыржан, мен ол жайлы негізінде пост жазған етінмін, және көміне сол жайлы сторисі де салып отырдым. Енді осы видеоның астында сілтеме болады, сол сайтқа, сол сілтеме арқылы өтіп көрсеңіз болады. Келесі сұраққа көз жүгіртейік. Ассалаумағалейкум, Абзал мырза, Америка қандай бағдарламамен барған жөн семейныйларға? Елемесов, енді қандай бағдарламамен деп айта алмаймын. Егер $900,000 бар болса, мысалға, сізге бірден L1 деген визаны береді, инвестор визасы, ол да L1. Сіз ертеңгіні 1-2 жылдан кейін деп айтайық, енді мысалға да, бірінші жылдан кейін сіз грин карта алуға мүмкіндігіңіз бар. Грин картадан кейіннен сіздің жалпы осы елдің азаматтығына тапсырыс беруге де мүмкіндігіңіз бар. Жалпы $100,000 басталатын инвестициялар бар. И1 деген виза, мен қателеспесем, негізі ол тақырып жайлы мен жеке видео түсіріп өтемін. Жалпы иммиграция, инвестиция жайлы, виза жайлы көбірек білетін адвокаттар, юристер бар. Сол кісілерден сұхбат алып, жеке видео түсіріп өтемін. Ona міндетті түрде ол темаға тоқталамыз. И1 деген менің орысша каналыма көз жүгіртсеңіз, сол жақта Роман деген біздің жерлесіміз осыны виза ашып, компания ашып, осы Америкада соны виза алып, жаңағы легально дейді ғой, келіп кетіп жүрген бір жігіттердің біреусі. Осы видеоның астында сол орысша каналыма, сол видеоға сілтеме болады. Сол арқылы өтіп көрсеңіздер болады сол видеоны. Келесі сұрақ, мына Рыспекова Бану деген кісі сұрақ қойып отыр. Саламатсыз ба? Қандай Қазақстанда сол компания жұмыс істеуге болады? Мен қандай брокерлік компания жұмыс істейді? Teletrade, Forex, өтірік компаниялар дейді ғой. Енді Teletrade, Forex жайлы мен ештеңке айта алмаймын. Біреудің айтқан сөзіне көбінесе мен құлақ асып, сене бермейтін адамның өзім жасап көрмейінше. Қазақстанда мен білетінім TD Ameritrade деген брокерлік компания бар. Сол Қазақстанда отырып, сол компания арқылы сіз жұмыс жасасаңыз болады. Мен жалпы өзім сол TD Ameritrade пен жұмыс жасаймын. Инвестиция, жаңағы трейдинг, swing trade, day trade дейді ғой енді. Long trade дейді, сондай. Енді біз Мәкеңнен сұрап көрейік. Мәкең қанша болды айналысқаннан сол инвестициямен өзі айналысып жүр екен. Мен сол инвестицияның арқасында біз танысып қалдық Instagram арқылы. Интернет желісі деген мықты ғой. Өзіңе ұнайтын, айналысатын, затпен айналысатын басқа адамды көзқарасың келісетін адамды табуға болады да, мүмкіндік қандай мықты интернет желісінің. Ал Мәке, айтып берсең, сол қанша болды айналысып жатқаныңа, және мысалға қанша ақша жоғалттың, қанша ақша салдың, қанша ақшаны мысалға пайда қылдың деген сияқты осындай сұрақтар қойылып жатыр. Жалпы мен өзім инвестиция саласына келгеніме көп болған жоқ, 1 жылдай ғана уақыт болды.
егер қандай платформа арқылы былай инвестиция жасауға болады деп сұрайтын адамдар үшін кеңес беремін. Біз жалпы Америкада екі платформамен жұмыс жасаймын өзім. Robinhood, ол екіншісі TD Ameritrade деген бар. Ол жерден онлайн ашуға болады. Біз енді инвестициямен айналыс деп ешкімге кеңес бере алмаймыз. Бұл енді әркімнің өзінің шешімі ғой. Бұл жерде ақшаны табуға да болады, сол сияқты ақшаны бір күнде жоғалтуға да болады. Мен өзім негізі ақшаны көп жоғалтқанмын инвестицияда. Инвестициямен айналысу үшін ең бірінші адамға білім керек. Көп ізденіс керек, оқу керек, арнайы курстар бар, соларды оқу керек. Жалпы үш түрі бар да инвестицияның. Ол қысқа мерзімде, және орта мерзімде, және ұзақ мерзімге. Ең жақсысы өзім таңдаған Уоррен Баффеттің өзі айтады ғой, ең көп ұтатын адам ол ұзақ мерзімге инвестиция жасаған адам деп. Сондықтан инвестицияға айналысқаннан кейін бірден байып кетуге бір андай акцент қоймау керек та. Просто болашаққа инвестиция жасау керек. Жалпы менің өзімнің кеңесім сондай. Түсінікті. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ мына жақта. Турвиза иммиграция туралы максимум ақпарат берсеңіз, егер ақша көп емес болса дейді. Енді турвиза мен иммиграция жалпы турвизамен иммиграция жасау мүмкін емес. Турвизамен жалпы ақшқа келесің, ол ақша келудің бірден бір жолы да. Әрі қарай енді әр адамның өзінің жолы бар да. Біреудің бір нәрседен таланты бар, біреудің бір турвиза арқылы келіп бизнес ашуға болады, ақшаңыз болса, немесе оқуға түсуге болады, немесе өзіңіздің мамандығыңызбен егер тілді жақсы білсеңіз жұмыс іздеуге болады да. Сол арқылы қалып кетуге болады да. Жалпы түрлі жолдары көп. Әр адамға бұл енді индивидуалды ғой. Әр адамға бәріне бірдей бір общий система жоқ та, осылай жаса деген. Негізі ақша келгеннен кейін бұл жерде қалу үшін бір мамандардың көмегіне жүгінген дұрыс. Негізі осы жерден бір жақсы адвокат тауып, сол адвокатпен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын өзім. Сол жауабыңызға көп рахмет. Абдыхалық 0416 бастапқы трейдерлер нені білу керек, кеңес беріп жіберсеңіз. Ең бастапқыда білім алу керек. Білім алыңыз. Білім болмай трейдинг жасай алмайсыз. Әрине, хайпқа жүгірмеу керек. Америка грант, яғни тегін оқу және ары қарай сол жақта қалып жұмыс істеу H1B туралы айтсаңыздар жақсы болар еді. Абдыхалық, бұл жайлы жалпы басқа тема болады. Ол бір-екі сөз емес, оны ұзақ шешу керек. Сондықтан бұл сұрағыңызға кейін бөлек жалпы видео түсіретін болам, Құдай амандық қылса. Грин картаға 18 жастан қатыссаң шанс бар ма дейді. Негізі грин картаға кез келген жаста болса да шанс болады. Ол сіздің ол лотерея, ол сіздің біліміңізге қарамайды ешқашан. Жоғары оқу бар ма, жоқ болған қарамайды. Сіз ол лотерея, ұттыңыз, келдіңіз мысалға да. Солай жауап берейін сізге. Мақсат, саған қоятын жеке сұрағым, жалпы келетін болсақ, не үшін сен соншама мысалға Қазақстанда тұрып, мысалы танымал жалпы шоу бизнесі жүріп, барлығын тастап, осы жаққа келудің не бір себебі болды? Бұл енді бір сөзбен жауап беру қиын, бұл сұраққа әрине енді айтып өтейін. Жалпы Қазақстанда соңғы бір жыл мен үшін бір түсініксіз жылдар болды да. Жалпы өзімді түсінбей жүрдім. Сол кезде маған перезагрузка керек болды да. Мен сол кезде саяхаттап бастадым. Ең бірінші Қытайға бардым мен. Қытайдан келіп, бір жарты жылдан кейін Ресейге бардым, Мәскеуге. Одан ары қарай Европаға барып келейін деп шештім. Ең бірінші Берлиннен бастадым. Берлин арқылы барлық Европаны аралап, Париж, Милан, жетіп Барселонаға тірелдім. Жетіп Барселонаға жеткен кезде бір қызық жағдай болды. Андай ол кезде карточкамен жүреміз ғой, ақшамен. Астана банк деген бізде Қазақстанда банк болған. Қомақты қаржым сол жақта болған болатын да, менің сол блокқа түсіп қалды. Сол мен Барселонада жалпы бір ай емес. Кешір, сөзіңді бөлейін. Ағайын, мынандай сұрақтар болады, негізінде маған да сұрақтар қояды. Осы Америка барсам қанша ақша алып баруым керек, және көшеде қалып қалмайын ба дейді да. Ондай сұрақтар болған шығар өзіңде? Әрине көп болған, қазір кейінірек жауап береміз. Ол Барселонада мен көшеде қалдым. Ақшам бітті. Ең басты билеттерім алынып тұр обратно да. Бірақ маған Барселонада ең бір өзіме қатты ұнайтын жер тауып алған, бұл Саграда Фамилия деген жер бар да. Оның алдында кішкентай парк бар. Мен 2 күн отельде қондым, гостиница, одан кейін ақшам бітті. Мен далда бомж болдым. Үйі жоқ адам болдым да. Ақшаны экономдап, сөйтіп
Sagrada Фамилияның алдында бір 5-ші күн қонған кезде маған мен бір үлкен шешім қабылдадым. Сол Америка кету туралы шешімді мен сол Барселонада қабылдадым. Түннің ішінде, түнгі сағат 2-3 мен Қазақстанға келдім, виза ашам, Америка қайтам, бітті. Мәселенің бәрі содан басталды да. Енді цель емес, просто мен шешім қабылдадым да ол жерде. Шешім қабылдағаннан кейін ол жүзеге асты, сөйтіп мен Америка келдім. Бәрі солай басталды. Иә, керемет. Жалпы неде құрлықтың арғы бетін көрем деген шешім ғой. Ол жерде бір ақшқа келгенде бір мақсат болған жоқ менде. Бір көп ақша табамын немесе бизнес ашамын немесе осы жақта өмір сүріп қаламын деген. Ең бірінші мақсатым келу болды да. Мен келдім. Қызықтың бәрі келгеннен кейін басталды да. Мен сол күні келдім, екінші күні мен шешім қабылдадым, мен осы елде мәңгілік қалам, осында өмір сүремін деп болды. Бәрі солай басталды. Мақсат, келдің, бір-ақ күнде шешім қабылдадың. Bir күнде сондай шешімге келу не себеп болды? Жалпы мен ақшқа келгеннен кейін екінші күні мен Нью-Йорк қаласында екінші күні көшеге шығып, көшені араладым. Уолл-стритте жүрдім көбіне. Сол кезде мен түсіндім, бүгін мен ақша келдім, бірақ менде білім жоқ, немесе тіл білмеймін, алға қойған мақсат жоқ, ең бастысы. Бірақ мен бір нәрсені нақты білдім да, бұл елде еңбектену арқылы өз күшіңмен үлкен жетістіктерге жетуге болады. Және алдағы бір 2-3 жыл мен үшін ауыр болатынын мен түсіндім. Бірақ соған қарамастан мен шешім қабылдап, осы елде қаламын деп шештім. Вот шешім қабылдандың, енді қалтаңда қанша ақшаң болды, жатар орынды қалай таптың, жалпыдан енді бастапқы иммиграция деп айтсақ болады, немен айналыстың? Орысша білдің бе, білмедің бе, ағылшыншаны дымды білген жоқпын деп жатсың мысалға. Сонымен қалай жалпы сенің бастапқы иммиграцияң басталды? Жатардың орнын қайдан таптың, мысалға жұмыс жасадың ба, жасамадың ба, сондай кішігірім жауап берсеңіз, және кеңес айтып берсеңіз, жұмыс қай жақтан жұмыс табуға болады, мысалға ертең күні адамдар турвизамен келіп жатса деген сияқты, мысалға сауал. Жалпы ақша келген кезде енді көп ақша болды деп айта алмаймын, $1000 сәл асатын ақша болды. Енді келген күні 3 күннен кейін мен оның $300 мамама салып жібердім. Мен жұмыс таптым, айлығым бар, күшті, керемет деп өтірік болды да, бірақ оның бәрі. Қалған ақшама хостел алдым, $400 бір айға төледім. Хостел алып, енді білімі жоқ адам, бір тіл білмейсің, енді неден бастайсың? Шыны керек. Тоқта қазір, бір секунд. Келген кезде қай қалаға тоқтадың, қай жерде хостелға бардың? Менде хостел бар екенін жалпы білесің. Нет, келген кезде мен Нью-Йорк қаласына келдім. Нью-Йорк қаласына келіп, бір орыстардың андай бір чатынан бір хостел туралы көрдім, бірақ ол хостел сіздікі емес, бөтен адамдардікі. Сол хостелға барғаннан кейін мен сізде хостел бар екенін естідім. Яғни мен сізді енді сізді бәрі таниды ғой, Нью-Йоркта көбіне Қазақстаннан келген адамдардың бәрі сіздің хостелға барады, ол өтірік емес та. Но мен енді басқа жерге тап болдым да. Хостелда қанша уақытта тұрдың, және жұмысты қалай таптың? Хостелда мен көп тұрдым негізі, жарты жылдай тұрған сияқтымын. Енді жұмыс жағына келетін болсақ, енді ақшқа білімсіз келген адам, тіл білмейтін адам қандай жұмыс істейді? Әрине қара жұмыс істейді. Оған ешқандай араланудың қажеті жоқ. Мен бардым да бірден грузчик болып жұмыс істедім, яғни мувингте жұмыс жасадым. Сол хостелда істейтін адамдар айтты маған жұмысты қалай табуға болатынын. Бардым. Сол бәрі сол қара жұмыстан басталды. Одан кейін водитель болдым, ресторанда жұмыс істедім, барда жұмыс істедім. Мысалы, грузчик болып істеген кезде аптасына қанша таптың? Орташа есеппен, доллармен. Және барда істеген кезде кім болып істедің? Қалай таптың орда? Барда кімдермен жұмыс жасадың? Барда орыстармен болдым. Орыс дегеніміз ағайындар, ол біз бәріміз орыспыз мына жақта. Өйткені біз СНГ-ден шыққаннан кейін өзіміз орысша сөйлейтін болғандықтан бізде бәрімізді орыс деп айтады. Жалпы солай айтқаным. Орыс ол қазағың бар, қырғызың бар, Украинаң бар, Беларусың бар, Грузияның бар, барлығымыз біз бұл жақта орыспыз. Сондықтан орыстар болды ма, әлде ағылшынша сөйлейтіндер болды ма? Және қанша табыс болды, және оны қалай таптың ол жұмыста? Грузчик болып жасаған кезде аптасына максимум $1000 табасың. $900,000 да. Енді қазір ойлауы мүмкін бәрі бұл көп ақша деп. Айда $4000 шығады яғни да. Негізі Нью-Йоркта ол көп ақша емес.
$4000 дегенimiz ол былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді. Яғни айлықтан айлыққа жету деген да. Қазақстандағы айлық қандай? Нью-Йоркта да $4000 сондай айлық, бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде жалпы адам дамымаса бір орында қалып кетеді да. Сондықтан келген адам бір орында қалып кетпей, өміріне өзгеріс енгізе алатындай болу керек та. Күн сайын ізденіс, бүгінгі күнің ертеңгі күнге ұқсамау керек та, бір сөзбен айтқанда. Ал бар туралы айтатын болсам, бар Madison Square Garden'ның қасында табу деген бар болатын. Ол жерде көбінде черный население дейміз ғой, қара нәсілді халықтар, солар істейтін. Мен жалғыз ғана азиат болдым. Клиенттер де, жұмыс істейтін адамдар да бәрі қара адамдар болатын да ол жерде. Солардың арасында жұмыс істедім. Бартендердің көмекшісі болдым да. Ананы алып келесің, алып келесің, кальян жасайсың, сосын тамақ әкеліп бересің, сондай. Ол жерде табыс енді көбірек болды. Аптасына $1500 табатынмын да. 1500, 1400, 1300. Бірақ мен түсіндім енді, яғни барда көп жұмыс істемедім, бір 4-5 ай жұмыс істедім де, одан кейін мен басқа жұмысқа кеттім. Одан кейін кеткен жұмысым көлік жүргізуші болып жұмыс жасадым, яғни паштатым, андай кішкентай бір минивэн машиналар бар ғой, солармен доставка жасадым да, түрлі андай срочный груздар болады, Нью-Йорктан аласың да Калифорнияға апарып бересің, сондай жұмыстар. Ол жерде енді жақсы табыс болды, $2000 солай басталды бәрі. Ең соңғы жасаған жұмысым сол болды. Одан кейін мен обратно Калифорнияда болғам сол кезде. Калифорния қай қаласында? Лос-Анджелесте. Сол Лос-Анджелесте, Сан-Францискода бір 2 айдай тұрдым. Өткен жылы Нью-Йоркқа қайтып келіп, бір өзімнің компания ашамын деп шештім. Компания, яғни доставка жасауда. Нью-Йоркта өте развитый бизнес та, ол жақсы дамыған. Сөйтіп сол компанияны ашып, соны дамытамын деп бастаған кезде пандемия басталып кетті да. Пандемия басталды, барлық жоспар құрдымға кетті. Дальше көп ақша жоғалттым сол компанияны ашу барысында. Ары қарай не істеймін деп шештім. Енді тығырыққа тірелгенімді түсіндім да. Енді Нью-Йорк енді өзіңіз көрдіңіз бе, бір апокалипсис болды. Бір аптаның ішінде қала пустой болып қалды. Пустой, жұмыс жоқ, бәрі маскаде, үйінде, қала пустой. Дальше не істеу керек. Сол кезде мен ойладым, өтші мен ең андай востребованный жұмыстар бар ғой, соларды іздей бастадым. Сөйтсем, ең маған келетіні дальнобойщик екен да. Мен сөйтіп соны бірден Майамиге ұштым да, 2 аптада оқып алдым да, бірден дальнобойщик болып кеттім да. 2020 жылы мен тек қана жолда жүрдім. Бір сұрақ, дальнобойщик болу үшін сізде жаңа commercial driver license деген болу керек, CDL. Оны алу үшін қанша ақша кетті? Және ол қай тілде өтті сізде? Бұл лайсенс алу үшін әрине ағылшын тілінде оқисың. Мен Майамиге бардым. Нью-Йоркте бұл жерде өте көп, очередь көп, 2-3 ай уақыт кетеді. Сосын мен Майами қаласына барып, сол жерде бір 2 аптаның ішінде алып алдым. Бәрі ағылшын тілінде. Орта есеппен $2000 кетеді, көп емес. Жақсы. Ал дальнобойщик болған кезде өзіңе жұмыс жасадың ба, әлде компанияға жұмыс жасадың ба? Ең бірінші бастаған кезде мен бір Чикагода бір компанияға орналастым. Ол жерде 1,5 ай жұмыс жасадым. Шыны керек, өте көп жұмыс жасайтын, бірақ ақшаны өте аз аласың да. Аптасына $1500. Ең көп алғаны $1600 болды да. Одан кейін мен ол жұмыстан шығып, яғни өзім жасаймын деп шештім да. Өзімде компания болды ғой, ашып қойған, бірақ ол кезде істемей тұрған еді да. Сол компания арқылы өзім арендаға трак алдым, үлкен. Өзім алып, Өзбекстаннан бір жігіттер таптым, диспетчер. Олар маған сояқта отырып, интернет арқылы груздар тауып береді, мен тасимын, яғни менеджер осында, бухгалтер Америкада. Уже өзіме жұмыс жасай бастадым да. Хозяин өзім, жүргізуші өзім, менеджер өзім командамды кішкене жинап алдым. Негізі компанияға жасағаннан көрі өзіңіз ашқан жақсы негіз компанияда. Өзім ашып бастаған кезде мен 5 есе көбірек таптым деп айта аламын. Аптасына где-то адамдар сенбеуі мүмкін 6000, 7000, 8000, 9000 тапқан $9000 аптасына тапқан кездер болды. Ол таза табыс. Ол таза табыс. Бір сөзбен айтқан кезде ең айына $20000 минимум табуға болады. Егер сіз өзіңізге жұмыс жасайтын болсаңыз. Ал егер басқа бір компанияда жүргізуші болып жасасаңыз, айына $7-8 000. Ал жаңағы тракты компаниядан алдым дедіңіз, жалға. Ол жалға алған кезде мысалға құртылады ғой, құртылып қалса, сынып қалса, сол компания жөндеп береді ме, әлде өзің жөндейсің ба? Арендасы аптасына $800. Енді каждый мильға 13 цент төлейсің. Сол 13 цент, сол көлік егер бұзылып қалса,
сол сіздің төлеген ақшаңыздан тегін жөнделеді. Егер жолда келіп бұзылып қалса, олар келеді, өздері бәрін жасайды, колеса жарылса бәрін қояды, ешқандай ақша төлемейсің, тек қана аренда. Ал егер сіздің кінәңізбен әрине соғып, бір жер жүріп, аударып тастасаңыз, ол кезде сіз кінәлі боласыз. Түсінікті. Мақсат, инстаграмыңды қараймын, көбінесе сен үйдесің, қыдырып жүресің, там шай ішіп жүресің деген сияқты. Енді соған байланысты сенің ақшаң сен өзіңе жұмыс жасап жатқан сияқты да. Сол немен айналысып отырсың қазір? Соны кішкене бөлісіп кетсең біздің ағайындармен, және осы 21 жылға болашақта деп айтпай ақ қойды, осы 21 жыл, осы желтоқсанның 31-іне дейін қандай жоспар жасап қойдың? Жалпы 2020 жыл енді барша халыққа ауыр жыл болды ғой. Бірақ соған қарамастан енді мен көбіне жолда болдым, тығыз жұмыс жасадым. Соңғы 2 айда мен үйдемін. Яғни демалыстамын, қыдырып жүрмін бір сөзбен айтқанда. Осы 2 айдың ішінде мен инвестиция саласын толық зерттедім. Өзім үшін толық зерттедім де, жалпы оны толық зерттеу мүмкін емес қой енді. Яғни күнделікті акцияны сатып, ертеңгі сатып алып, қайтадан сатып, сол арқылы ақша таптым. Таптым деп қана айту болмайды, жоғалттым, таптым, бірақ бір сөзбен айтқан кезде енді сол соңғы 2 айда инвестициямен айналысып жатырмын. Тапқаның көп болды ма, әлде жоғалтқаның көп болды ма? Негізі басында тапқаным өте көп болды, оны мойындаймын, бірақ ең соңғы жоғалтуым енді мен тапқаннан асып кетті. Оны жасырудың шындықты айту керек та. Әрине. Да, енді қазір енді инвестиция деген ол жалпы ол мамандық емес қой енді. Оны бір күнделікті жұмыс қылып алып қарауға болмайды. Сондықтан мен оны түсіндім, яғни. Сондықтан мен енді акцияны алып сатуды тоқтаттым. Бірақ мен инвестицияны тоқтатпадым. Мен ұзақ мерзімге инвестиция жасап жатырмын әлде де. Мен апта сайын определенный бір суммам бар. Белгілі бір қаржыны сол инвестиция салып отырамын. Ал енді 2021 жылға жоспарым осы транспорт компаниясымен дамытқым келіп отыр. Қазір заказ беріп қойдым, енді трактарға, жаңа тракқа біреуін алуға, хотя бы біреуін алып, сосын жұмысқа адам алып, осы істі ары қарай дамытып көргім келіп отыр. Енді ол дамып үлкен компания болып кетеді деген сөз емес. Бір затты бастап, істемейінше оның қалай болатынын білмейсің ғой, сондықтан нар тәуекелге келіп, мен сол істі бастағым келіп отыр биыл. Биылға бар жоспарым мен осы өз компаниямды дамыту болашақта. Мақсат, соңғы сұрақ болсын деп ойлап отырмын. Маған қоятындар да бар, жалпы өзіңнің аузынан естіген дұрыс болады. Мысалға адам былай да, Америкаға келіп атсам, үйді қалай тапсам, жұмыс қалай тапсам, және далада қалып қоймайын ба, қанша ақшамен келу керек деген сияқты сұрақтар болып жатады. Өзіңе де қоятын шығар ондай сұрақтарды. Сол сұраққа жауап берсең. Иә, жалпы жиі қойылатын сұрақтардың бірі ғой, қанша ақшамен келу керек, немесе жұмыс таба аламын ба, далада қалып кетпейін ба деп. Енді әр адам енді уайымдайды ғой, шынымен де. Бірақ қанша ақшамен келгеніңіз маңызды емес. Біреу $10,000-мен, біреу $20,000-мен, біреу немесе $200-300 келіп жатады да. Бірақ әрқайсысының нәтижесі әртүрлі да. Ол бұл жерде мәселе ақшаға байланысты емес. Бұл жерде осы жердегі іс-әрекеттеріңізге байланысты. Иә, мүмкін далада қалып кетерсіз, мүмкін сізге паркте қонарсыз белгілі бір уақыт. Но сіз бір нәрсені білу керексіз. Бұл жерде сіз таза еңбектенсеңіз, алдыға жүрсеңіз, түбінде нәтиже болады. Сондықтан ештеңеден қорықпау керек. Керемет. Жалпы сұхбат бүгін жақсы өтті. Өзіме ұнады, өте керемет. Ағайын, қандай тақырыпқа мен видео түсірейін, соны жазып өтіңіздер, міндетті түрде комментарийда. Мақсат бауырымның инстаграмына жазылып қойыңыздар, міне жазып тұр, және сілтемесі осы видеоның астында болады. Мақсат бауырымның инстаграмына міндетті түрде лайкыңызды қойыңыз, аямаңыз, ұнайтты аямаңыз, саусақты бүйтіп қойып тұр бұра берсеңіздерші, және осы видеомен бөлісіңіздер достарыңызбен, бауырларыңызбен. Қысқаша айтарым, келесі видеода көріскенше көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.